Мәссаған, Атлантиданың күллі тарихы, бәрі де Платон жазғандай. Оның қателескен жерлері де бар әрине. Дегенмен... Мен көрген жарық. Қала ортасындағы жұлдызды айтам, сол жайлы не жазылған екен? Айтшы. Ол жайлы әлі таппадым, бірақ міндетті түрде табамыз. Алға! Атлантида жүрегі. Не дейсің? Атлантида жүрегі деймін. Шіркеу қызметшісі сол жайлы жазған болатын. Сенің көргенің жұлдыз емес, кристалл тәріздес нәрсе болу керек. Мынауың секілді, түсіндің бе? Менің іздеген күшті энергиямда сенің көрген жұлдызың да сол кристалл. Мүмкін емес. Мына жердің бәрін сол қорғап тұр. Сендерді де, Атлантиданы да сол қорғап тұр. Сонда ол кристалдың өзі қайда? Ол жайлы шіркеу қызметшісі күнделігіне неге жазбады екен? Күнделіктің бір беті жоқ еді ғой. Су қалай екен? Сәлем, қандай жаңалықтарың бар? Қарудың не керегі бар? Достар, ақымақ екенмін. Сендер мұнда кристалға келдіңдер ме? Мынау ма? Атлантида жүрегі. Айтқымақ келіп еді. Бірақ мұндай ақпаратты әдетте құпияда ұстау керек. Түсінетін шығарсың. Біздің қатарға қосылатын шығарсың. Олай болса, қош келдің. Мен қарақшы емеспін. Қарақшы, негізі дұрыс айтасың. Қарақшыдан көрі сені авантюрист дегеніміз дұрысау деймін. Қазынаға өзің жол көрсеттің емес пе? Оның тіпті не екен де білмейсіз ғой. Қазына қандай болушы еді? Үлкен, жылтыр және өте қымбат. Сіздің ойыңызша ол алмас, ал мен оны аккумулятор деп ойладым. Бірақ екеуміз де қателесеміз. Іздеп келген қазынамыз тіршілік көзі. Атлантида халқы тек сол кристалдың арқасында өмір сүріп жатыр. Бірден солай деп айтпайсың ба? Хелгі, бұған не дейсің? Бара-бара, қызық болып бара жатқан сияқты. Соны айтам. Жоқ, Рурк, ақмақтық жасамаңыз. Ғалымдарды айтам, сүттен ақ судан таза көрінгілер келеді-ау деймін. Мұражайдағы ұрланған экспонаттарды қайтаратын болса, құр жалаңаш